Жол бойы біріміз ән салсақ, біріміз өлең оқып, енді біріміз күй тартып, өнерімізді ортаға салдық. Әр қайсымыздың жүрегімізде өзгеге қуаныш сыйлай білетін, өз мектебімізге деген ризашылық пен мақтаныш жайлап тұрды. Мен елімді жүр алмаймын сағынбай, мөлдір судың жағасындағы қазақ жері жарқырайды лағылдай, алты қорлық арасындағы. Кеш шымылдығын ашқан мектебіміздің директоры Пак Олег Владимирович мектеп мұғалімдеріне таныстыру сөзін айта келіп, мектеп атынан көптеген сыйлықтар тартты. Жанымдай, әнің кейді жаны шылай. Әскерлер қалқымай, дәстүрмен салтымай, әнге балқымай, жүрмейді шалқымай, сен жүрегімдесің қалқымай, әр қазақ алтындай, алтыннан атылай, сен жүрегімдесің қалқымай. Школы физико-математического направления мы стараемся, чтобы каждый талант в стенах нашей школы получил свое развитие. И вот в этой книге собраны переводы и другие литературные произведения, рассказы, эссе наших учеников. Наша школа очень рада встретить таких замечательных гостей. Между нашей школой, Каргалийской средней школой номер 3 и между школой НИШ налажен замечательный мост. И мне хотелось бы в свою очередь еще поздравить школу НИШ с 10-летием. От всего коллектива сказать огромное спасибо коллективу Назарбаев муниципальной школы физико-математического направления и пожелать им, конечно же, больших успехов. Назарбаев зияткерлік мектебі бізге керемет сыйлықтар сыйлады. Мысалға айтатын болсақ, доптар, 3D принтер, кітаптар, бұлар бізге өте керемет әсер қалдырды. Кітапханада көптеген ойындар ойнатылып жатыр. Ол жерде мәтіндер құрастыру керек екен. Біз сол мәтіндерді құрастырып, сыйлықтар алып жатырық. Бұл бізге өте жақсы әсер берді. Сіздерге өте көп рахмет. Бүгінгі мектебімізде көп қуаныш болып жатыр. Ұстаздар келіп, өздерінің әдістемелік көмегін көрсетіп жатыр. Біз қазір ғана әдістемелік көмек ретінде белсенді оқыту әдістерімен таныстық. Онда көптеген әдіс тәсілдерді үйрендік. Және топпен де, жұппен де жұмыс істедік. Мұғалімдер көп мәлімет алды. Сонымен бірге қазір осы физика-математика бағытындағы мектептің тәрбие жұмысымен де таныстық. Ондағы шаңырақ бағыты маған өте ұнады. Өйткені үлкенге құрмет, кішіге ізет бағытында жүргізіледі екен. Сіздерге мыңда бір алғыс. Бүгін біздің мектепте физика-математика бағытындағы зияткерлер мектебі келіп жатыр. Бүгінгі өтіп жатқан сабақтары, әдіс тәсілдері, интербелсенді өте тиімді тәсілдер, көп жаңағы ақпараттар жинап жатырмыз өзімізге. Рахмет сіздерге. Келешекте осындай жұмыстарды бірлесе жұмыс істеуге өзім атсалысамын. Бүгінгі болып жатқан бағдарламаның бәрі өзіме ұнады, өзіме көптеген ақпараттар жинадым. Сіздерге рахмет. Сіздерді әр уақытта есігіміз ашық, қарсы алуға дайынбыз. Саған жүрсек көзімді әр жақсы ай, бәрі жақсы көрінер алғашқыда. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуанға, әділет шапқан кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы кел соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Асықпай жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық екен жалықпас, үйретуден балаға. Бұл сапар мен үшін ұмытылмас әсер қалдырды. Қуанта білудің өзі қуаныш екенін сездіре білген мектебім, өзіңе мың алғыс.